10 сынып ТЖБ 4-90. Ең алдымен ТЖБ-ға кіріспес бұрын, талдауға кіріспес бұрын мына жерге мен WhatsApp номерімді қалдырып кеттім. Яғни сізге бұл ТЖБ-дан басқа өзгеше ТЖБ келген болса, жаттығулары, берілген тапсырмалары өзгеше болса, маған осы номерге жіберіңіздер. Мен сіздерге тегін дұрыс жауаптарын жасап беретін боламын. Кеттік. Ең бірінші бізде тыңдалым. Тыңдалым бойынша біз сіздермен true false қоюымыз қажет екен. Жалпы бұл тыңдалым бізде ғарыш миссияларының жердегі технологияларға әсері туралы айтылады. Ең бірінші сөйлемде a lot of space technology has been useful here on Earth. Бізде true. Келесі, we spend less than €1 billion on space research each year. Әр жыл сайын ғарышты, яғни миссияларын орындау үшін олар миллиардтаған ақша жаратады. Және мына жерде less сөзі бізде барлық сөйлемді құртып тұр, себебі аз деп тұр. Сол себепті бізде false болады. Келесі, we will use robots in the next Mars mission. Яғни бұл бізде true болады, себебі Энджи айтады, келесі Марсқа миссиямызда біз не істейміз дейді, роботтар қолданамыз дейді. Келесі, Энджи thinks life in 50 years time will be completely different. Яғни 50 жылдан кейін өмір өзгеріп кетеді дейді. Түп тамырымен бұл бізде false. Яғни Энджи айтады, өмірімізде көп өзгеріс бола бермейді дейді болашақта. Бесінші сұрақта бізде айтады, Angie says traveling will be cheaper in the future. Бұл туралы бізде мүлдем тыңдалымда айтылмаған, қаншалықты арзандайтыны туралы емес, тыңдалымда қаншалықты жылдам орындалатындығы туралы айтылған. Келесі, Angie thinks the internet will be the same as it is today. Яғни бүгінгі күндегідей жаңағы нелер, интернет сол күйі қалпында қалады дейді, бірақ бұл бізде false, себебі Энджидің айтуы бойынша интернет болашақта басқа да технологиялармен бірге бірігіп мықты бір күшке, мықты бір басқаша бір формаға айналады дейді. Яғни бүгінгі күндегідей болмайды дейді. Келесі бізде оқылымдағы мына тексті біз сіздермен осыдан алдыңғы басқа талдауларымызда кездескен. Бұл себебі мына текст менің есімде. Бұл бізде NASA туралы, NASA-ға жұмысқа тұрушылар туралы берілген. Ең біріншіде the biggest number, бұл бізде true болатын еді. Себебі ең алғашқы сөйлемде a record number, рекордное число людей, яғни көп, рекордный адам, өте көп адам деген мағынада ғой, бұрынғы қарағанда көп адам келген дейді. Себебі және мына жерде biggest, ең көп число адамдар, жұмысқа тұрушылар, өзінің кандидатурасын ұсынушылар дейді. Келесі екінші сұрақты. It will take NASA 1.5 years to choose the best applicants дейді. Бұл бізде true. Неге? Себебі 1,5 жыл дегеніміз, 1 жылыңыз 12 ай, тағы да жарты жыл 6 ай. Және мына жерде бізде next 18 months деп беріліп тұр. Келесі, NASA will announce the successful job applicants in 2018 дейді. Бірақ бізде in the middle of 2017 дейді. Сол себепті бұл сөйлем бізде false болады. Келесі, applicants will have to go into a pool and rise up дейді. Бұл жерде бізде false. Себебі сөйлемдегі айтылған pool ол бізде адамдардың тобыры өте көп деген мағынаға, яғни сондай метафора түрінде нестелген дейді, қолданылған негізі сөйлемде, текстте. Келесі, бесінші сұрақта the top applicants will be interviewed at Cape Canaveral in Florida. Флоридада емес, Houston, Texas. Осы жерде болады дейді. Сол себепті де бұл бізде false болады. Келесі, the applicants will learn space walking after 2 years of training дейді. Бұл бізде тоже false. Себебі 2 жыл тренировкадан кейін емес, осы 2 жылда уже не істейді, өзін ұсынып жатырған адамдар, кандидатурасын ұсынып жатқан адамдар уже не істейді дейді, ғарышта жүре береді дейді. Міне, бізде айтылған they will learn like skills such as space walking, уже 2 жылдың ішіне кіріп кетеді. Так, осымен бізде сіздермен талдау аяқталды. Сіздерге пайдалы бола алдым деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар. Тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.